Баршаңызға сәлем, менің көрермендерім. Сіздермен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен кофе сүйер қауымға арналған өте дәмді нағыз капучино кофесін бірге дайындайтын боламыз. Ең қызығы, ешқандай да кофе машинасыз үй жағдайында бірге жасаймыз. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, видеоларында жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сапалы, өзіңізге ұнайтын кофені дайындап аласыздар, және де осындай шұңғыл кружка қажет болады. Осы кружканың ішіне қайнаған, бірақ бөлме температурасындағы суды құямыз, және үстіне қалауыңызша өзіңіз кофеге қанша қант саласыз, сонша қант саламыз. Сондай-ақ бір шай қасық кофемізді де саламыз. Енді осы массаны миксердің қатты жылдамдығында 2 минут арасында миксерлейміз. Миксерлеп жатқанда біздің кофеміз осылай көпірши бастайды және көтеріліп көбейеді. Миксерлеуді тоқтатып арасында қараймыз. Бізге бұдан да қою консистенция қажет болады. Барынша жылдамдығында миксерлейсіздер. Біздің кофеміздің көпірігі осылай өзінің формасын ұстап тұру қажет, және де кружкамызды төңкергенде ешқандай ақпайтындай болуы қажет. Енді өзіңізге ұнайтын кез келген кружкаңызды аласыздар. Осындай шыны ыдыста өте әдемі болып көрінеді. Осының үстіне жаңа ғана қайнап тұрған сүтімізді құямыз. Егер сіздерге құр сүтке ұнамаса, сумен араластырсаңыздар да болады. Мен тек сүтке жасадым. Енді осы сүттің үстіне жаңағы көпіршітіп алған кофемізді ең алғашында осылай салып, сәл ғана араластырып жібереміз. Одан кейін осы барлық көпіршігімізді түгелдей салып шығамыз. Егер сіздерге бұл бір порциялық рецепт, егер сіздерге бірнеше адамға жасайтын болсаңыздар, осы рецептіні бірнеше есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Сіздерге описанияға барлық керекті заттардың мөлшерін жазып өттім. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Дәмі деген сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Назарларыңызға көп рахмет.